Жохан, қайда жүрсің? Қалайсың, Айдар? Нормально. Блин, кешіп қалдым жаңағы шаруаны. Айдар, просто резко бір нәрсе сұрай қояйыншы сенен, братан. Давай. Вот сен ана видеоларың бар ғой, под каблук, ты меня называла. Сол, натуре под каблуксың ба, братан, сен мойындашсың? Ты что, гонишь, что ли? Это же сценарий придуманный просто. Серьезно? Ты не под каблук, братан? Я не под каблук, это сценарий придуманный. Ё-моё, ты меня конкретно успокоил, братан. Нормально, А то такой здоровый и под каблук. Да нет, заяц. Я в шоке был просто. Айдар, вставай. Жүргет, машина отыр. Под каблук, его под каблук! Под каблук! Сары, қойсын. Қалай жағдай? Не істетсің? Вот қансыл. Базар жоқ, братан машинасын біліп алсын. Мен сұрасам бермейді осы машинаны. Кешке қыздарға барып қойту керек еді. Не жаңалық не істетсің? Өттің ба? Кино не болып жатыр? Белгісіз пока сол арықтап жүрмін. Күштеден жүгіріп, диета ұстап. Саған арықта дедім ма не? Ё-май, маған түрікше үйрен, сосын киноға түсесің. Сол кісінің әйтеуі бар ғой, бір бұйрықтары таусылмайды ғой, біз айтайық. Дұрыс қой. Білгенін жасайтын сияқты сол. Прикостау жүр ма әлде бізге? Ол кісінің айтқан заңы ғой. Үйрен десе үйрену керек. Мен маған айтсам мен үйреніп алар едім. Дұрыс емес, білгенін істеп жүр ғой. Мен саған айтайын, мен ол кісімен келіспеймін конкретно. Олай демеңіз. Асылсыңыз. Не айтпайсың? Ейм, сіз насылсыңыз? Ай, Рамазан! Арықта. Жохан, мынау кім? Бұл кісі болашақ келініңіз қазір үйге бара жатыр. Мама чай дайындап күтіп отыр, таныстырайын деп бара жатыр. Келін ба? Келін. Здрасте, майор. Жохан, саған претензия жоқ, сен жүре бер. А вас прошу пройти со мной, штраф 100 МРП. В смысле? Не үшін, брат? Как не үшін? Келін сәлем бермей ма? Сәлем? Мен жасым 30-дан асқан. Аға, сәлем берді. Көп жаса. Жүре бер. Мұны осылай сәлем бермей ма, а? Енді, мен қадан білем сәлемін керек екен. Документ бәрі дұрыс. Жохан, жүре бер. Все, пойдем со мной пройдем. Пойдем. Сенбіз ба машина айтып кетті? Не істеймін? Бүйтсі. Бүйтіп ба? Я. Жағдай қалай болып жатыр? Все под контролем. Аға, көп рахмет сізге. Рахмет. Жақсы сау болыңыз. Жанелді ұғымды қалып кетті. Жақсы Ой, не істейсің? Енді сол таныс гаишниктер біреу жоқ па сенде? Негізі ағам бар, қазір хабарласып көрейін. 100 МРП дейді. Алло, Айгерім. Айгерім? По работе. Досыма бір көмек керек болып жатыр еді. Жахану передай трубку. Жохан. Да, аға. Аға, любой сұрағаныңызды берем ғой, аға. Не надо беретінді, там, ничего не надо. Ты мою сестренку на свидание пригласил. Свидание? Жақсы, аға. Жанелге айтасың, үйге бара берсін, да? Все, келістік, хорошо. Не дейді, көмектесе ме? Я, Айгерім, не ма, сен қандай кухняны жақсы көресің сен? Қазақша кухняны адам. Кеттім анда, ресторанға барайық. Тамақ ішейік та? Не шақырып жатсың ба? Жүр, әрине. 403. Приятного отдыха. Жан, мынаны көрдің бе? Жанелдің жігіті таудың басындағы ресторанға ужинға шақыртты. Кеш? Онымен қоса ертең Стамбулға путевкада сыйлапты. Наны қара. Жаңа ғана iPhone сыйлаған еще. Бұған не дейсің? Дұрыс қой енді Жанел әдемі ғой. Ну да, хотя. Ләстапа 500 алтын жинап тастай қойшы. Кілті мында. В смысле әдемі? Жан, ал мен ше? Өткенде ғана төбелесің, не ма? Кішкене сабырлы болу керек адам деген. Қазақтың жігітсіздер ғой сонда. Енді бұл жерде поставы ғой, просто андай сондай сюжет. Не болса да енді, по-любому сендер сабырлы болу керексіңдер. Понимаешь? Алло. Не? Дөңгелек тестің? Ақымақсың ба?
анау багажникте жатқан бита бар ғой, соның басын жарам түсінің ба? Талқанын шығарам мен сен, күт жөрді. Дөңгелек тескен емес. Сабырлы болуйсың. Давай, жақсы. Алло. Айша. Кәз. Süt aldım. Kәз келем, кәз. Келер екен ғой. Айшадан қорқады екен біреуге. Жатыр. Я сен күштісің бірақ ең емес. Я сен байсың бірақ ең емес. Әп-әдемі бірақ